Барлықтарыңа сәлем достар, бүгінгі тақырыпта бізде копи трейдинг дейтін тақырып қозғайтын боламын. Бұл жерде екі жақты ақша таба алады. Трейдер болып ақша таба аласың және инвестор болып ақша таба аласың. Айырмашылықтары қандай? Мысал үшін инвестор дейтін, оның қолында ақша бар, и ол мықты трейдерлары таңдайды да, и солардың шотына өзінің шотын жабыстырып қояды. Яғни бұлар сауда жасап табыс тапқан кезде инвестордың шотында тұрған сделкалар один в один трейдерлардың сделкасын қайталап отырады. Копи трейдинг. Короче говоря, копировать трейдинг, другими словами. А если сен өзің бір мықты трейдер болсаң, табысқа шыға алатын трейдер болсаң, бірақ сен қолыңда ақша, допустим, 200-300 долларың ғана бар. И саған оборотқа көбірек ақша керек. Яғни сен осы тұрған XM дейтін брокерде өзінің сделкаларын көрсете беретін болсаң, со временем инвесторлардың бәрі саған қарата тіркеле беретін болады. Прикинь, сен депозитына 40 мың доллар, 50 мың доллар оборот болады. Определен бір процент аласың, допустим, 20%, 30% келіс аласың да, олардың табысынан чистыйын 20% өзіңе алып отырсаң болады. То есть как трейдер, как инвестор екі жақта да ақша таба алады. Барлығы тек қана XM дейтін брокер арқылы іске асады, потому что именно осы брокерде әлем бойынша мықты профессиональный трейдерлар жұмыс жасайды. Оның сілтемесі осы видеоның астында тұр. Тіркелгендер жандарға, точнее сілтеме бойынша $30 бонус берілетін болады. Видеоны до конца қараңдар, каналға лайк, подписка, ұнаса достарын жіберіп біздің каналды қолдап қойыңыздар. Рахмет, кеттік, бастайық. Так, бастайық. Жалпы главный экранға кіргеннен кейін, достар, байқасаңдар, алдыңғы видеода мен сендерге уже қалай жасау керек регистрацияны, қалай біздің сілтеме арқылы регистрация жасағандарың үшін $30 бонус береді, оның барлығы айтылды, MT4 лот, короче говоря, бәрін айтып бердім. Енді главный экранға кірдік, сендерде екі түрлі счет болады, но в первую очередь, конечно, стандартный, обычный счет, ол яғни өздерінің трейдингке салған ақшандарың. Жаңағы метатрейдермен жұмыс жасау үшін. Екіншісі байқасаңдар инвестор деген бар. Бұл дейтін копи трейдингқа как раз таки керек болды. Яғни сен өзің мастер болғың келсе, чтобы саған инвесторлар тіркелетіндей, сен олардың ақшасымен жұмыс жасап табысқа шыққың келсе, онда мастер боласың стандартный. Если сен просто мықты трейдерларды тауып алып, соларға өзінің счетыңды тіркеп қойғың келсе, чтобы они торговали, а ты зарабатывал, да, онда сен инвестор боласың. В любом случае, екі жаққа да жұмыс жасауға болады, сендерге просто создать счет деп, дополнительно инвесторский счет аша салу қажет. Осымен, в принципе, бітті. Енді келесі қадам, ол бізде сол жақ бетте копи трейдинг деген жер болады. Біз сіздермен осы тұрған жерге өтуіміз қажет. Өтейік. Мен қазір бәрін детально көрсетемін сендерге. Әзірше каналға лайк, подписка жасап қойыңдар, пока у меня все это грузится. Окей, қараңдар. Бұл тұрғандардың бәрі трейдерлар. Это все трейдеры. И сендер қарастыра аласың. Мысалы үшін ES Capital дейтін адам 197% табысқа шығыпты, 30% комиссия алады екен. Яғни сен оған ақшаңды тіркеп қойсаң, ол сенің ақшаңа үстінен ақша жасайды ғой. Сол таза табыстың 30% өзіне алып, 70% саған беріп отырады. Қазіргі таңда екі штук инвесторы бар. Общее получение инвестиционная сумма $1000 тұр екен, и өзінің собственный средства $1400. В итоге $2400 жұмыс жасап жатыр. Бұл 66 прибыль жасаған бар, BSGain дейтін 20% алады, бірақ штук инвестор бар екен. NASDAQ чисто индекспен жұмыс жасайтын, бір ғана активпен жұмыс жасайтын трейдер, сендер білесің, профессионалдардың көбісі там 1-2 активпен жұмыс жасаған жақсы көреді. Бұл жерде 50% прибыль бар. Комиссия 10%, и қараңдаршы 31 инвесторы бар. 31 инвестор, общая сумма $13 000 дейін тіркеп қойған. Комиссиясы 10%. Тек қана бір индекспен жұмыс жасайды. Но это, по идее, очень привлекательно. Дальше китайский нелермен жазылған 45% табысқа шыққан 347 инвестор бар. По идее, XM-де өте көп ақшасы көп адамдар жұмыс жасайды бұл блокермен, понимаете? Оның ішінде мықты трейдерлары бар, мықты инвесторлар бар. Егер де сенің показателің күшті болса, если сен стабильный трейдер болсаң, өзің де осы жерге шығып, инвесторлар жинап алсаң болады. Саған үшін ешқандай реклама керек емес, әшейін жақсы табыс жасашы, болды. 15%, 30% комиссия алып отырасың, 300-400. $41 000 оборотпен жұмыс жасайсың. Самый прикол в том, что өзіңнің қалтасында бұда $700 бар. Вот так все это работает. Жақсы. Біз әзірше қазір инвестор ретінде қарастырып отырмыз өзімізге трейдер табу үшін. Потом барып мен сендерге мастерді көрсетемін. Енді, мысалы үшін мен қазір ашамын NASDAQ дегенді басайық.
NASDAQ-қа қарайтын болсаңдар, бұл жерде өзінің требованиясы бар. В первую очередь оның требованиясы жаңағыдей минимальный инвестиция $200. То есть мына мен жұмыс жасау үшін мен $200 қазір салуым керек, минимум менде счетымда болу керек. Кредитное плечо 500 мен жұмыс жасайды екен, комиссионный 10%, и 223 сделка жасаған, убыточный сделкасы қызыл, прибыльный сделкасы жасыл. То, что қызылдар көп болған мән бермей қойыңдар, потому что трейдерлардың көбісі 3 к 1, 4 к 1 позиция ұстайды, так что стоп-лосстардың саны маңызды емес, маңызды қандай дерзкий сделкалар ұстайды. Даже при таком раскладе ода инвесторлар көп және әлі де топ-10-тің ішінде тұр, так что с этим человеком можно работать, менің ойымша. Окей, басқаларын қарастырайық қазір, артқа қайтайық. Тағы да кім бар? Ну, давайте посмотрим вот из новеньких, на екеуі прям топқа шығып кетті. Но хочется посмотреть, мынаны все-таки 347 инвестор бар екен. Я ему как-то почему-то больше доверяю, да? А, вот оно что. Ода минимальный инвестиция $50. Комиссионный 15%. 300x мен жұмыс жасайды. Стратегиясын бәрін қараңдаршы. Бұның стоп болса осынша ғана, қалғаның бәрі чистый прибыль. Получается, өте күшті ақша табатын трейдер. Можно будет копировать, в принципе, его сделку. Копировать стратегию дейік кнопканы басамыз. На өзінің стратегиясының жаңағы формуласы. Особо қатты мән беру қажет емес сендерге, если түсінбесеңдер. Минимальная сумма инвестиций $50. Скопировать открытые сделки деген в данный момент ашық тұрған сделкаларды қайталап кетуге болады. Или просто біз тіркеліп қойдық, біраз уақыттан ол сделка ашқан кезде бірақ қайталай бастаймыз. Я советую именно вот так оставить. Давайте мен қазір $100 мен кіріп кетейін бұл жігітке. Take profit stop loss тоже керек емес. Пусть қалай ол да жүріп жатыр, тура солай менде жүре берсін. Я не буду ему говорить, мен take profit $50 болсын, стоп болсын $20. Не надо все это. Копировать. В принципе, біз тіркелдік, біз бір сағаттан кейін оның саудасын қайталауға кіретін боламыз. Енді өтеміз портфель деген жерге. Заходим в портфель. Вот, мына жігітпен мен жұмыс жасап отырмын. $100 мен кірдім. И данный момент ештеңке жоқ, пока что енді 0-0 болып тұр. Ол біраз уақытта ең белгілі болады. Статус активный, оны любой уақытта паузаға қойып қойға болады, немесе выйти деген кнопканы басып, осылай шыға салсаңдар болады там, определенный суммаларында кетіп. Енді инвестор болып түсіндік. А что если біз өзіміз мастер болғымыз келсе? Что если біз керісінше инвесторлар жинап ақша тапқымыз келсе, онда бізге панель управляющего деген жерге өту керек болады. Өтеміз. Енді қараңдар, бұл жерде біз керісінше өзіміз стратегия шығарамыз. Создай стратегию, MT5 стандартпен, базовая валюта доллар. Плечо, давайте мен обычно өзім 400 бен жұмыс жасаймын. Парольді құрастырып қою керек болады, там оның ішінде үлкен әріп, кішкентай әріп, сандар, леп белгісі сияқты бір моменттер и так далее. Я заявляю, что внимательно полностью прочел, она много, короче говоря, так нажали, жетпей қалды бірнеке. Далее. Название стратегияны атын беру керек. Обычно мен өзім американский схемам бар, Америка дейтін. Яғни ол торговый сессияда мен Нью-Йоркқа упор жасаймын. Кім мені биномаммен біледі, олар түсінеді. Сағат 6-та американский сессияда торговый жасаймын. Описание. Торгую на Нью-Йорке, получается, с 1,5 к 1. То есть 1,5 к 1 мен кіремін, өзім стратегиям сондай, потому что менде кредитный плечо 400. Комиссия мен 20% алғым келеді. Минимально маған там $25 мен кіре берсеңдер болады. Окей, $50 мен кіре берсеңдер болады. Тип стратегия ручная. Счет, кошелек для зачисления комиссии. Это очень важно, кстати. Хорошо, саған инвесторлар тіркелді. Олардан түскен табыс сенің либо трейдинговый аккаунтыңа түсе береді, либо сенің кошелегіңа түседі. На самом деле я советую именно кошелекті оставить, потому что сенің депозитна $1000 бар, сен сделкаға 3% мен кіріп отырасың. Аяғасы сенің депозитна $1500 болып кетті, және инвесторлардың түскен табысың бар. И сенің 3%-ың уже сенің риск менеджментін өзгертері мүмкін, ал сенің инвесторларыңа бұл кішігірім рискованно. Поэтому советую wallet оставить. Окей, ақша прямой өзімізге түсетін болады. Кеттік далее. И запускаем. Болды, запустили, вот американская схема, логином бар мене, оценка риска пока что он. Мен қазір сауда жасап, өзімнің табысын өсіріп бастаған кезде оценка риска түсе береді. 9, 8, 7, 6, 5 деп. И 5 болған кезде уже маған инвесторлар тіркеліп бастайды. Келесі видеода көрсетем,
что как у меня происходит. А пока что осымен болды достар. Міндетті түрде канал лайк, подписка. XM брокерім біздің сілтеме арқылы тіркеліп қойыңдар. Бұл все-таки өте мықты брокерлердің бірі. И давайте попробуйте өздеріңді мастер ретінде немесе инвестор ретінде жұмыс жасап көруге. Дополнительный доход, мне кажется, никому не помешает. Сол барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.